дәл өз кезегінде қосымын азайтуға мысалдар құрастыр дегеніміз, яғни бұның төрттік өрнек екенін және төрттік өрнекті атауымен салыстырып және қалай құрастырамыз төрттік өрнекті біз балаларға үйретіп қойдық. Дәл сабақтардың барысында дәл осы видеода көрсетілгендей жұмыс жасап жүрген болсаңыз, балалар төрттік өрнекті құрастыра алады және атауымен де сәйкестендіре алады. Енді 2 сантиметр мен 8 сантиметр балалардан сұраймыз. Енді 3 сантиметр мені неше сантиметрді қоссақ 10 сантиметр болады. Өйткені бізге 1 дециметрді құрайтын таңдап ал 2 жолақты деп тұр. Демек 3 сантиметр қосу 7 сантиметр тең 10 сантиметр дегенге балалар төрттік өрнек құрастыру керек. Әрине өзіңіздің жетекші сұрақтарыңызбен бірге. Енді балалар екінші қатарға не жазамыз? Қосылғыштардың орнын ауыстырамыз. Тамаша. Үшінші қатарға, яғни жалпы жолақтың ұзындығы 10 сантиметр болатын болса, 3 сантиметрлік жолақты азайту арқылы 7 сантиметр жолақты алуға болады. Жалпы жолақтың ұзындығы 10 сантиметр ма, 7 сантиметрлік жолақты азайтатын болса, 3 сантиметрлік жолақ қалады деген сияқты. 3 сантиметр қосу 7 сантиметр тең 10 сантиметрге төрттік өрнекті құрастыртасыз балаларға. Яғни өрнекке қарап отырып. Мүмкіндігінше тіптен 3 сантиметр қосу 7 сантиметр деп те жазып бермеңіз. Мүмкіндігінше 3 сантиметр қосу 7 сантиметр тең 10 сантиметр деп ауызша айтқан кезде балалар соны жазып қағазға түсіре алса дәптеріне, ол өте үлкен нәтиже деген сөз. Тек қана көшіру емес, сіздің айтқаныңыз бойынша да бала жұмыс жасап үйрену керек. Енді 4-ші тапсырмада есепте деп тұр. Қарап тұрсаңыз, тек 4 тапсырмамен шектеліп тұр. Енді дәл осылай тапсырма болғаннан кейін, мысалы, қарап тұрсаңыз сантиметр, сантиметр, дециметр, дециметр өлшемдеріне қараймыз. Мысалы, бірінші сыныпта әлі өлшемдері бірдей болып беріледі, бірақ бәрібір өлшемдеріне қараймыз. Олар бірдей ма деп назарын аударуымыз керек. Бала соған қалыптасу керек. Яғни шамалармен жұмыс жасағанда ең бірінші кезекте өлшемдеріне қарау керек, назар аудару керек екенін осы бастан бала қалыптасады. Бірдей ма? Сантиметр, сантиметр. Тамаша. Демек 7 сантиметр деп жазамыз. Қараңдар, енді 1 дециметрге 5 дециметрді қоссақ қанша болады? Біріншісін түсіндірдіңіз, ары қарап бала өз жұмыс жасай алады. 6 дециметр. Балалар жай ғана 6 деп қоймаймыз. 6 дециметр болады. Дәл осы жолақтан да қарайтын болсақ, мысалы, 2 жолақ, біреу 3 сантиметр болсын, біреу 2 сантиметр болсын, біреу 5 сантиметр болсын. Біз 3 қосу 2 демейміз ғой, 3 сантиметр қосу 5 сантиметр дейміз. Сонда 8 сантиметрді құрайды. Сонда балалар дециметрлерді қосып жатырмыз ба? Міндетті түрде, мысалы, 6 дециметр деп шамасын қосып жазыңдар. Жақсы ма балалар дейміз? Яғни шамаларға назар аудару, жазғанда мәніне де шаманы тастап кетпей жазуға балаларды қалыптастыруымыз керек.